подкастта сіздерге жалпы UGC креатор туралы толығымен түсіндіріп өтетін боламын. Ең бірінші мен өзімді таныстырып өткім келіп тұр. Менің есімім Әсел, Атырау қаласынанмын. Жасым 24-те, қазіргі таңда 4 баланың анасымын. Үйде декретте осылай блог жүргізіп және UGC креатор болып, сол салада, сол бағытта жұмыс жасап жүрмін десем де болады. Жалпы UGC креатор туралы сабақты бастамай тұрып, мен өзімнің осы UGC креаторлықты бастағалы қаншалықты табыс таптым, сол жайында айтып өткім келіп тұр. Жалпы UGC креатор болып, мен өзім үйде отырған ана болғандықтан подгузниктерді тегін аламын. Яғни подгузниктің өзінің бір упаковкасының өзі 5000, 6000, 7000 теңге көлемінде тұрады, я. Оның ішінде тек қана 40 штук, 50 штук болады. Ал күніне бір бала 5-6 штук подгузник киеді. Сондықтан да қаншама ақшада оның өзі бір айда сен 4-5 упаковкасын кетіреміз. Ал мен соның барлығын үнемдедім. Яғни мен подгузник сатып алмаймын, мен барлығын бесплатно аламын. Одан кейін косметикалар, яғни Кореядан уходовый наборлар, одан кейін күшті косметикалар, жан-жақтан, Алматыдан, мысалы кез келген қаланың шет-шетінен маған түрлі косметикалар келуде. Одан кейін кафелерден тегін жақыртулар келеді, жаңағы бартерге тамақтанып кету, әдемі видеолар түсіріп беруге. Одан кейін кинотеатрларға шақырулар бар, жаңағы үйге де беріп жүріп жатады, торт, жаңағы тәттілер, клубника шоколады, фастфуд деген сияқты бартерге маған үйге беріп жүріп жатыр. Соның барлығын үнемдеп, есептеп келген кезде мен бір айда 150 000 теңгеге үнемдеген екенмін. Ендігі оның тек мен есептегенім, ал мен есептемей қалғаным қаншама, бартерге алған заттарым қаншама, бағасын білмей жатқан товарларым қаншама, оның барлығын есептемегеннің өзінде 150 000 теңге табыс тауып отырмын бір айда. Дәл солай сіздер жұмыс жасай аласыз. Сол үшін де мен сабағымды соңына дейін қарап, және де до конца жұмыс жасауға ниеттеніңіз. Одан кейін ең бірінші жалпы UGC креатор дегенімізді сіздерге толығымен түсіндіріп кетейін. UGC креатор дегеніміз брендтермен жұмыс жасайтын қарапайым контент түсірушілер. Көбісі ойлайды, UGC креатор болу үшін бір блогер болу керек, ақпараты көп болу керек, статистика көп болу керек деген сияқты. Таргетолог болу керек деп те ойлап жатыр. Оның ешқайсысы қажет емес. Сіз тек қана қолыңызда телефоныңыз болса болғаны, сол телефоныңызбен әдемі, креативный, күшті видеолар түсіріп берсеңіз болды. Брендтерге сол ғана қажет. Және де брендтерден ешқандай ақша шығарып зат сатып алмайсыз. Брендтердің затын сату мақсатында мына затты сатып ал деп біреулерге реклама жасамайсыз. Жай ғана бренд сізге тегін затын береді. Сіз сол затты қолдану арқылы видео түсіріп бересіз, яғни шынайы клиент ретінде затты қолданасыз, болды. Және әдемі видео түсіріп бересіз. Басқа ештеңе брендтерге қажет емес. UGC креатор дегеніміз кім екенін түсінген болсаңыз, енді брендтермен қалай жұмыс жасаймыз, не істеу керек деген сұрақ ең бірінші маған инстаграмыңызды маған жекеме жібересіз. Инстаграм парақшаңызды қарап сараптаймыз. Одан кейін нишаңызды таңдайсыз. Ниша дегеніміз ол сіздің контентті қай бағытта жүргізесіз. Мүмкін сіз бьюти блогер шығарсыз, мүмкін сіз ана ретінде баламен видеолар түсірген ұнататын шығарсыз. Соны бірінші таңдап аласыз. Одан кейін инстаграм парақшаңызда биоңызды өзгертесіз. Био дегеніміз инстаграмға кірген кезде сіздің жаңа мен анамын, мен Атырау қаласынанмын деген сияқты жазып қоятын нәрсеңізді сол жерде өзгеріс жасаймыз. Бірінші UGC креатор екеніңізді көрсетіп қоясыз, қай қаладан екеніңізді көрсетіп қойсаңыз болады. Және де қандай бағытта контент түсіресіз, соны жазып қоясыз. Яғни өзіңіздің нишаңыз жазып қоясыз. Лайфстайл, мамский блог, бьюти блог деген сияқты өзіңіздің кез келген контентіңізді жазып қоясыз. Одан кейін портфолио. Портфолио деген кезде көп адамдар түсінбей жатады. Ол не істеймін, оны қалай істеймін деп түсінбей жатады да. Енді соны айтып кетейін. Портфолио дегеніміз, сіз әлі брендтермен жұмыс жасаған жоқсыз ғой. Қарапайым үйде қолданыстар жүрген осындай косметика болсын, мүмкін сіз осындай шашыңызды жуғаннан мынандай бір нәрселер қолданатын шығарсыз да. Білмеймін енді. Мүмкін сіз баламен отырған анасыз, подгузник қолданасыз да. Кез келген ана қолданады подгузникті. Солармен видео түсіріп портфолио жасайсыз. Яғни инстаграмға кірген кезде мына жердегі 6 пост, я болмаса 9 пост брендтердің көзіне ең бірінші түсетін нәрсе болғандықтан осы жерді толықтырасыз. Яғни әдемі үйдегі бар қолданатын заттарыңыздың барлығымен контент түсіріп осы жерге салып қоясыз. Менде үйде түсіретін зат жоқ, мен үйде отырған анамын, я болмаса мен ауылдық жерде тұрамын, менде эстетичный бөлме жоқ, менде эстетичный үй жоқ демеңіз. Мен жұмыстан мен қолым тимейді демеңіз. Жұмыста отырып да видео түсіре аласыз, жұмысқа кетіп бара тұрып та видео түсіре аласыз, үйде отырып та видео түсіре аласыз, ыдыс жуып тұрып та видео түсіре аласыз. Сондықтан да мен оның қолымнан келмейді деген нәрсені уже сіздің миыңыздан алып тастаңыз.
Үшінші, сіз Instagram парақшаны қолға аласыз. Яғни мен айттым жаңа блогер болу маңызды емес деп, бірақ та енді сіз кішкене ғана блогер болуға жаңа талпыныс жасайсыз. Яғни сіз мен блогермін деп видео түсірмейсіз, бірақ кішкене уже стористер түсіріп бастайсыз, рилстар саласыз, контенттер түсіресіз. Мен бүгін бір брендпен жұмыс жасадым деген сияқты стористер түсіріп жүресіз. Яғни бренд сізді көру керек, бренд сізді Instagramыңызда тек қана әдемі контент видеоларыңыздан бұрын өзіңіздің әдемі стористеріңізді көріп жүру керек. Сондықтан да шағын, үлкен блогер болмасаңыз да, шағын 100 оқырманыңыз болса да, 100 подписчигіңізге кішкене блогерлікті жасайсыз. Кез келген нәрседен сіз контент жасай бересіз. Яғни сіз может маркетке барып жаңа тамақ алған шығарсыз, продукт алған шығарсыз, мүмкін сіз магазин, бутикке барып жаңа киім алған шығарсыз. Кез келген нәрседен уже сіз контент жасайсыз. Кофе ішуге барған шығарсыз жолдасыңызбен, бір жерге барып тамақтанып келген шығарсыздар да семьяларыңызбен. Сол нәрсенің барлығынан уже контент жасайсыз. Сол жердегі эстетичный әдемі жерлерді түсіріп аласыз, жолда кетіп баратқаныңызды түсіріп аласыз, киініп дайындалып жатқаныңызды түсіріп аласыз деген сияқты кез келген нәрседен контент жасай бересіз. Сіз может кафелерге барып әдемі видео түсірсеңіз, может сізге кафелерден шақыртулар келуі мүмкін. Сіз жаңа детский магазинге барып киім алып, сол жерден әдемі видео түсірген болсаңыз, сол жер сізге может әдемі бір детский киім беруі мүмкін деген сияқты бір сондай моменттерді жібермеуге тырысасыз. Бір жерге жаңа тамақ алуға, бір супермаркетке бардыңызда, сол жерде тоже видеоға түсіріп, жаңағы мен бүгін осындай жерден тамақ алдым, қанша теңгеге шықты екен есептейік деген сияқты бір видеолар түсіріп алсаңыз, оның да өзі адамдарға қызық контент болады. Брендтер қарайды, брендтер уже сіздің видеоңыз әдемі болса, ұнап тұрса, онда сізбен кез келген уақытта жұмыс жасауға ұсыныс тастайды. Сондықтан да кез келген нәрсені үйде жүріп ыдыс жуып жатсаңыз да, киім үтіктеп жатсаңыз да, соның барлығын әдемі қылып видеоға түсіріп Instagramға саласыз. UGC креатор дегеніміз кім екенін түсіндіңіз, ол үшін не істеу керек, қалай жұмыс жасау керек, соның барлығын түсіндіңіз. Яғни контент түсіру керексе, соның барлығын, Instagramыңызды өзгертуіңіз керек, соның барлығын түсіндіңіз. Енді биоңыздың барлығын өзгертіп, Instagramды қолға алып, контенттарыңыз түсіргеннен кейін, енді брендтерге жазуды бастайсыз. Ең бірінші болып брендке өзіңіз жазып бастайсыз. Шағын бір 4-5 брендпен жұмыс жасағаннан кейін, ары қарай уже сіздің жұмысыңыз ұнаса, брендтердің өзі сізге жазып жұмыс жасайды. Сондықтан да маған ешкім жауап бермеді, брендтерден маған хабарлама әлі келмеді деп тоқтап қалмаңыз, ары қарай жұмыс жасай беріңіз. Брендтер сізге жазсын, жазбасын, жұмыс жасай беріңіз. Брендтер себебі оларға көп деген UGC-лар жазады, сіз сияқты. Соның ішінен олар таңдап отырып, жаңағы бізге келеді-ау, бізге үйлеседі-ау, мына кісінің контенті жақсы, мына кісінің контенті онша емес деген сияқты таңдап отырып жұмыс жасайды. Сондықтан да контентіңіз өте мықты болу керек. Түсірген видеоларыңыз кәдімгідей бір ерекше көзге түсетіндей болу керек. Сондықтан да әдемі контент жасауға, әдемі видео түсіруге кішкене тырысыңыз. Мен деген бүгін видео түсірдім, маған бренд әлі жазбады, маған брендтер жаңағы ұсыныс тастамайды деп отырып қалмаңыз. Жұмыс жасай беріңіз. Сізге бүгін болмаса ертең жазып қалуы мүмкін, және де бүгін сіздің жазғаныңызды көрмей де қалуы мүмкін. Сондықтан да өзіңізді көрсететіндей әдемі видеоларыңызды түсіріп дайындалып отыра бересіз. Жайлап сосын өзіңізге қажетті штативті, осындай жаңағы керекті жарық түсіп тұратын лампыларыңызды, мынандай петличкаларыңызды жайлап алып қойсаңыз болады. Яғни бұл кішкене видеоға түскен кезде міне жарық болып тұру үшін, мынау дауысыңыз анық естілу үшін, тағы заттарды жаңағы алып отырсаңыз болады. Бұларды енді Каспилардан қарасаңыз болады, арзан бағада 2000 теңге, 1000 теңгенің көлемінде толып тұр. Одан кейін өзіңізге керектісі Threads бар ғой, соны ашып қойыңыз. Threads'та енді UGC креатор керек деген посттардың түрін көресіз, сол жерге шертіп отырып таңдап жазсаңыз болады. Ол кез келген брендтермен жұмыс жасаған кезде әдемі видеоңыздың астына бір күшті бір текст керек болса, ChatGPT-ға салып, ChatGPT-мен жұмыс жасасаңыз болады. CapCut-пен мен өзім видео монтаждаймын. Ол жерде автомонтаж бар, яғни дайын видеоларыңызды күштеп монтаждап береді, я болмаса өзіңіз отырып монтаждай бересіз. Және өзіңіз сияқты UGC креатор болып жұмыс жасап жүрген қыздардың Instagramын қарап отырасыз. Ол мен бүгін осындай жермен брендтен осындай зат алдым десе, сол жердегі брендке жазасыз. Мен де сізбен бірге жұмыс жасағым келеді деп. Мен UGC креатормын деген сияқты сол жер сізге міндетті түрде жауап береді, сізбен жұмыс жасайды, егер сіздің контентіңіз мықты болса.